Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Зулпиева. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін химия пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларының үлгісін орындайтын боламыз. Өзіңіздің достарыңызбен бөлісе отырыңыздар және комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз, себебі бұл мен үшін өте маңызды. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, сілтілік металдардың периодтық кестедегі орнын көрсетіңіз дейді. Бірінші топтың негізгі топшасы, яғни сармен белгіленген жауаптар дұрыс. Екінші сұрақ, кіші периодты көрсетіңіз. Бірінші және екінші, үшінші периодтар болып саналады. Төртінші, төмендегі заттарды табиғи қышқыл мен негізге шектеңіз дейді. Табиғи қышқыл бізде алма және лимон шырыны, ал негіз сабын ас содасының ерітіндісі болып саналады. Келесі тапсырма, заттардың әртүрлі ортадағы түстерін анықтаңыз. Индикаторлар берілген және оның ортасы. Екі ортасы қышқылдағы және сілтідегі түсі. Енді индикаторлар амбибап, метил оранж, фенопталин болып саналады. Амбибап қышқылдық ортада қызыл, метил оранж қышқылдық ортада қызыл, фенопталин қышқылдық ортада түссіз болып есептелінеді. Ал сілтілік ортаға келетін болсақ, амбибап ортада көк, метил оранж сілтілік ортада сары болып келеді. Яғни сарымен белгіленген жауаптар дұрыс. Бос орынға сәйкес келетін сөзді қойыңыз. Антацид дәрі-дәрмегімен асқазандағы қыжылды басуға пайдаланады. Қыжыл асқазанның сөлінің құрамындағы тұз қышқылының мөлшерінің артуын туындайды. Осы антацидті дәрілердің құрамында қышқылды қосылыстар болады дейді. Яғни қышқылды бейтараптайтын қосылыстар болады. Келесі тапсырма, күкірт қышқылының химия өнеркәсібінің наны деп аталады. Оның формуласы H2O4. Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын есептеңіз дейді. Яғни салыстырмалы молекулалық массаны біз өмірімен белгілеп аламыз. H2O4-тің атомдық массаларын индекстеріне көбейтіп шығамыз. Күкірт 32, сутек 1-ді 2-ге көбейтеміз. 32, оттектікі 16, 16-ны 4-ге көбейтеміз. 64, жалпы масса 98 грамм бөлінген моль болады. Келесі тапсырма, табиғатта, 7-ші тапсырма, табиғатта бардың, яғни табиғатта бордың екі тұрақты изотопы белгілі. Табиғатта бордың 10-ші изотопының 20%, ал 11-ші изотопының 80% тараған. Енді бордың орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеу қажет. Және жауабыңызды үтірден кейін 100-дік санға дейінгі дәлдікпен көрсетіңіз дейді. Бұл жерде 10,82 жауабы шығады. Келесі тапсырма бізде төменде келтірілген биэлементті қосылыстардың формуласын құрастырыңыз дейді. Дифосфор пентаоксид. Яғни бұл жерде P2O5. Бұның толық атауы фосфор қышқылы деп аталады. Келесі В тапсырмасы бізде валенттіліктер алюминий 3, күкірті 2 көрсететін болса, қосылыстың формуласын жазыңыз. Бізде алюминий 2S3 болады. Себебі күкірт пен алюминийдің тотығу дәрежелері индекс болып жазылғанда ауысады. Мыс пен оттектің массалық қатынастары 8:1, қосылыстар формуласының есептеп шығарыңыз дейді. Көпірім О болады, яғни мыс оксиді. Суретте сутегін зертханада алу және жинау әдістерінің бірі көрсетілген.
Сутегін алуға қажетті реагенттерді анықтау қажет. Орташа белсенді металл сұйытылған қышқыл азот қышқылынан басқасы болып саналады. Дұрыс жауабы. Келесі б тапсырмасы сутегі газын жинау барысында оның қандай қасиетін негізге алған. Суда нашар ериді. Дұрыс жауабы. Көмір қышқыл, соңғы тапсырма, көмір қышқыл газын зертханада алу үшін карбонаттарды сұйытылған қышқылдармен әрекеттестіреді. Яғни көмір қышқыл газын қандай әдістермен жинауға болады? Бұл әдістер көмір қышқылының қандай қасиеттеріне негізделген? Дұрыс жауабы ауаны ығыстыру әдісі, себебі көмір қышқыл газының массасы ауа массасынан ауыр болады. Келесі б тапсырмасы көмір қышқыл газын анықтауға болатын бір әдісті ұсыныңыз. Менің YouTube каналым сіздерге пайдалы болған болса, өзіңіздің достарыңызбен бөлісе отырыңыздар және комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Яғни соңғы сұрақтың жауабы, жанып тұрған шыраны берілген газ толы сынауға салғанда, жалынның өшуі аксуымен әрекеттестіргенде ерітінді лайланады. Дұрыс жауабы осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.